Баяғыда бір құмырсқа достарына өкпелеп үйлеуінен кетіп қалады. Ол ара мен қоңызға кездесіп, солармен дос болады. Бірде құмырсқа дән іздеп шарлап ұзақ жүріп, бір дәнді тауып алады. Өзімен әкетпек болып қанша сүйреп көтермек болса да, дәнді орнынан қозғалта алмайды. Ақыры құмырсқа өзінің жаңа достарын көмекке шақырады. Әуелі бал жинап жүрген араға: «Досым, маған көмектесіп жіберші. Жалғыз өзімнің шамам жететін емес» дейді. Сонда ара: «Көріп тұрған жоқсың ба? Қолым бос емес» дейді де әрі қарай ұшып кетеді. Содан құмырсқа қиды домалатып жүрген қоңызға келеді. «Қоңыз досым, маған көмектесіп жіберші» дейді. Қоңыз болса: «Саған бола жұмысымды тастап кете алмаймын, әрі жүр» дейді де қиын домалатып кете қалады. Жаңа достарына өкпелеген құмырсқа үйіне бара жатып, өзінің бауырластарын кездестіреді. Оның мұңайған түрін көрген құмырсқалар: «Саған не болды? Неге көңілсізсің?» деп сұрайды. Құмырсқа болған жағдайды бастан аяқ айтып береді. Бауырластары сол-ақ екен, құмырсқаға көмектесіп, дәнін жеткізіп береді. Содан өкпелеп кеткен құмырсқа өзінің илеуіне қайта оралады. Адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң деген сөз осыдан қалған екен.